Сабақ басында оқушылармен жылы қарым-қатынас орнату мақсатында амандастым. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін психологиялық ахуал қалыптастыру кезеңінде эмоция әдісін қолдандым. Бұл әдіс арқылы оқушылар өз көңіл күйлерін білдіріп, сабаққа белсенді түрде кірісті. Үй тапсырмасын қайталау мақсатында мозаика әдісі қолданылды. Оқушылар өткен тақырып бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтіндік редактор, пернетақта батырмалары, Word бағдарламасы туралы өз білімдерін еске түсірді. Сабақтың ортасында жаңа сабақ түсіндірілді. Оқушыларға шрифт пен абзацты пішімдеу жолдары көрсетіліп, практикалық тапсырмалар орындалды. Жеке жұмыс барысында оқушылар берілген талаптарға сай мәтінді пішімдеп, өз жұмыстарын мұғалімге таныстырды. Бұл тапсырма арқылы оқушылардың жауапкершілігі мен өз бетімен жұмыс істеу дағдылары дамыды. Келесі топтық жұмыста оқушылар берілген суреттен мәтіндік редактор құралдарын және пернетақта батырмаларын тиісті түстермен белгілеп, бірлесіп жұмыс жасады. Бұл кезеңде ынтымақтастық пен бір-бірінің пікірін құрметтеу құндылықтары қалыптасты. Сабақ барысында оқушылардың шаршауын басу үшін есте сақта да тап сергіту ойыны ұйымдастырылды. Оқушылар белсенді қатысып, көңіл күйлері көтерілді. Қайта жауып отыр бет. Олды, сен жеңді бір бағым. Отыр, келесі жауып қойда сұра таппасаңдар. Екі бірдей табамыз, есіміз сақтасын. Дұрыс, біреу таптың. Қайтан жабыстырып, аударып қой. Дұрыс. Дұрыс. Отырыңдар. Күтіп көріп отыр, таппадыңдар, ойланып тапты, дұрыс. Дұрыс, молодец, алып қой. Қайттан жауып қой. Болды. Одан кейін Word платформасында жеке жұмыс орындалып, оқушыларға сұрақтарға жауап берді. Бұл тапсырма олардың білімін бекітуге және цифрлық ортада жұмыс жасау дағдыларын дамытуға ықпал етті. Сабақ соңында жұптық жұмыс ретінде дұрыс емес кестесі орындалды. Сабақты қорытындылау кезеңінде оқушылар телефон әдісі арқылы кері байланыс беріп, сабақтан алған әсерлерімен бөлісті. Бағалау 10 балдық жүйе арқылы жүргізілді. Оқушылар өз-өзін бағалап, өз жетістіктерін саралай алды. Жалпы сабақ мақсатына жетті. Оқушылар шрифт пен абзацты пішімдеуді меңгеріп, тапсырмаларды белсенді орындады.